Кімнің кошелегінде биткоин бар? Барлықтарыңызды құттықтаймын. 10 жыл бұрын адамдар 2 пицца сатып алу үшін 10 мың биткоин төлеген екен. Бүгінгі күнде 1 биткоиннің құны 20 мың долларға жетті. Шынымен де қызық заманда өмір сүріп жатырмыз, достар. Өз тақырыбымызға оралайық. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Лағат. Interactive Brokers бойынша сериялық видеоларды жалғастырамыз. Өткен видеоларда біз Interactive Brokersке қалай тіркеліп брокерлік шот ашамыз, ондағы комиссиялар қанша, тарифтер қанша, сонымен таныстық. Ендігі кезек ашылған шотқа қалай ақша саламыз. Бүгінгі видео сол жайлы болмақ. Сонымен Interactive Brokersдегі брокерлік шотқа ақша салуда Қазақстандағы қай банктың қызметі ең қолайлы, ең жылдам? Ол Сбербанк. Дәлірек айтсақ, Сбербанктың Қазақстандағы дочерний банкі. Бізге бұл банктен не керек? Бұл банктың долларовая картасы керек. Сбербанкте мультивалюталы карта болмаған, мүмкін сіздер сұрап көріңіздер, қазір бар шығар. Оларда теңге бойынша карта бөлек, рубль бойынша бөлек, доллар бойынша бөлек карталар ашады. Сонымен неден бастаймыз? Өзіңізге ең жақын Сбербанктың бөлімшесіне барасыз, менеджерға өтесіз, маған долларовая карта керек дейсіз, сізге жылдам шығарып береді. Картаға активация жасалғаннан кейін Сбербанк онлайн қызметіне тіркелесіз, логин, пароль аласыз. Егер карта сізде болса, тіркелу өте оңай, қарапайым. Егер қиындық тудырады деп ойласаңыз, бөлімшеден кетпей тұрып, сол жердегі қызметкерлердің көмегіне жүгініп, тіркеліп алыңыздар. Телефондарыңызға Сбербанк онлайн мобилді қосымшасын жүктейді, ары қарай қызметін қосып береді. Мүмкін араларыңызда Сбербанктың қызметін әлдеқашан пайдаланып жүрген, картасы бар, мобилді қосымшасын істетіп жүрген адамдар бар шығар. Сіздер не жайлы айтып отырғанымды уже білесіздер. Одан кейін кассаға өтесіз, ақшаңызды саласыз, яғни долларды. Кез келген банкоматтар доллар қабылдай бермейді, өкінішке орай. Қателеспесем, Алматыда Сбербанктың Қалдаяқовтағы бөлімшесінде ғана бар долларды қабылдайтын банкомат. Қалған бөлімшелерінде жоқ. Доллар бойынша қызмет көрсететін төлем картасын алдық, активация жасадық, Сбербанк онлайнға тіркелдік, картаға ақша салдық долларды. Қалған жұмыстың бәрін енді өзіміз істейміз. Компьютер арқылы, мобилді қосымша арқылы. Ары қарай Interactive Brokers клиент порталына кіресіздер. Жеке кабинетіңізге өтесіздер. Внесение средств. Менде банковский wire перевод Сбербанк сақталған, сіздерде бұл болмайды. Бірінші рет кірген кезде сіздер астыға өтесіздер. Қараңыздар, 4 әдісі. Банковский переводты талдаңыз, wire перевод. Осы реквизитті сақтап қойғыңыз келсе, да күйінде қалсын, болмаса нетті басасыз. Менің жағдайымда бұл әдіс әлдеқашан сақталған, сондықтан нетті басам. Нетті бассаңыздар, тек қана краткое название счета жоғалып кетеді. Бұл жерге кез келген сөзді жазуларыңызға болады, ұмытпайтын. Сбербанк деп қана жазсаңыздар да болады. Енді бұл парақшаны ашып қойыңыздар, Сбербанк онлайнға өтіңіздер. Логин және парольдарыңызды басып, Сбербанк онлайнға өтіңіздер. Үлкейтейік сіздерге көрінікті болу үшін. Доллар бойынша карталарыңызға өтіңіздер. Информация по карте. Реквизиты басыңыздар. Қараңыздар, осы карта бойынша реквизиттар шықты. Қайтадан парақшаға оралайық. Учреждение отправитель. Ол жерге ДБ АО Сбербанкты көшіріп алып қоямыз. Дочерний банк Сбербанктың, яғни. Қойылмайды. Орысша жазылмайды, тек қана ағылшынша жазу керек. Ендеше ағылшынша дұрыс аталуын іздейік. ДБ АО Сбербанк. Міне, ана английском шығып тұр. Қарайық, Қазақстандағы Сбербанктың дұрыс аталуы қалай екен ағылшынша. Subsidiary Bank, Сбербанк of Russia, Joint Stock Company. Қысқаша
SB Сбербанк GSC. Қысқаша атын көшіріп алыңыздар. Осында қойыңыздар. Номер счета реквизитқа өтіңіздер, жаңа ашып қойған. Бұл айбын код KZ-тен басталатын. Көшіріп алыңыздар. Соны қойыңыздар. Қанша ақша салмақсыз? Мысалға мен 495. Просмотр инструкции для wire перевода. Басыңыз. Мінекей, сіз интерактив брокерсқа уже хабарландырып жібердіңіз. $495 мөлшерінде ақша салмақшы болғаныңыз туралы. Ал мында сіздерге керекті мәліметтерді берді. Енді қайтадан Сбербанкке өтіңіз. Платежи и переводы басыңыз. Перевод организация. Қараңыздар, мында комиссиялар жазылған. Доллар және евро бойынша суммадан 0,2%, бірақ минимум 3000 теңге алады. 3000 теңгенің өзі арзан болып есептеледі. Бұл дегеніміз Swift перевод, Америкаға ақша аударамыз. Мысалға, Freedom Finance'та мен Альфа-банкте өз шотыма ақша аударғанда Белизға. Оларда $17-27 алған кездері болды. Мен өзім интерактив брокерске максимально $2,500 аударып көрдім. Тек қана 3000 теңге алды. Шынымды айтсам, таңғалдым бұған. Ары қарай кеттік, төмен түсеміз. Енді реквизит бойынша барлық мәліметтерді толтырамыз. Аударым жасау үшін другой банк қалады. Дата өзгермейді. Фамилияңыз, иіңіз автоматты толтырылып тұр. Коды 19 қалады. 19 талдайсыздар. Валюта доллар талдаймыз. Карта списания долларовая картаны талдаңыздар. Страна получателя Американы талдау керек. Мінекей США 840 екен. Енді Swift кодты талдаймыз. Ол дегеніміз мында тұр. Интерактив брокерс тек қана қазір берді бізге. Осыны көшіріп алыңыздар. Осында қойыңыздар. Енді наименование банка получателя. Бұның бәрін осы жерден аламыз. Интерактив брокерс бізге берді. Мында біріншісі JP Morgan Chase Bank NA. Қойыңыздар. Ары қарай просто получатель кім? Ол Interactive Brokers LLC. Код бенефициара бұл 27. Номер счета бұл мында тұр. Номер банковского счета. Көшіріп алыңыздар, қойыңыздар. КМП код назначения платежа. Бұған 841-ді талдайсыздар. 841. Платежи за финансовые услуги. Бұның соңына міндетті түрде қосымша ақпарат жазасыздар. Өтір қойыңыздар, бос орын қалдырыңыздар. Сообщение для получателя. Осыны көшіріп алып қоясыздар. Сіздер мұнда брокерлік шотыңыздың номері және атыңыз, фамилияңыз жазылған. Көшіріп алыңыздар. Осында жазыңыздар. Бұл міндетті түрде. Әйтпесе ақша қайтадан қайтып келеді. Сумма валюте. Қанша дедік біз? 495 дедім ғой. $495. Болды, бәрін толтырдық. Перевести. Қараңыздар, сумма 495, комиссия 3000 теңге. Подтвердит по СМС. Номеріңізге СМС келеді. Номеріңізге емес, қосымша, мобилді қосымшасын ашу керек телефоныңыздан. Болды, өтініш жіберілді, енді өңделуде. Исполняется банком. Енді қайтадан Interactive Brokers парақшасына өтіңіз. Ең төменгі жағында завершить деп тұрады. Осыны басыңыздар. Болды, операция аяқталды. Interactive Brokers енді сіздің ақшаңыздың келгенін ғана күтеді. Бірінші рет ақша аударған кезіңізде сізге бұл өтінішті қоңырау шалу арқылы тұрақтандырады. SMS арқылы емес. Тек бірінші рет қана, одан кейін автоматты орындалады. 15 минут ішінде сізге банктың қызметкері қоңырау шалады, звондайды. Сізге қандай суммада шот аудармақшысыз және қандай организацияға, шоттың номері қанша, соларды сұрап, салыстырып көреді. Дұрыс болса, өтінішті мақұлдайды және келесіден бастап автоматты түрде орындайтын болады. Статусын қарасаңыздар болады. История операция. Қараңыздар,
әлде исполняется банком. Ең қуантатын жері ақша өте жылдам түседі. Астана уақыты бойынша сағат 4-ке дейін, 16:00-ге дейін операцияны істеп үлгерген болсаңыз, 1 сағат ішінде түседі көбінде. Ал 16:00-ден кейін істесеңіз, келесі күнге қалып жатады. Менің өз басымда 30 минут ішінде шотыма ақша түскен кездері болды. Бұл деген өте жылдам, өте қолайлы шынымен де. Одан кейін сіз шотыңызға бірінші рет толтыру жасағаннан кейін бұл операция историяңызда сақталып тұрады. Оны повторить етіп, оп-оңай қайтадан толтырып жасауыңызға болады. Бәрін қайтадан толтырып жүрмейсіз. Мысалға, историяңызға кіресіз, басасыз. Повторить платежды бассаңыз, бәрі толтырылып тұр. Тек қана суммаңызды өзгертіп, қайтадан жібере бересіз. Бұл өте қолайлы. Бұл операцияны орындауға міндетті түрде компьютер керек емес. Телефоныңыз арқылы мобильді қосымшалар бар, сол арқылы істей берсеңіз болады. Сбербанк онлайн мобильді қосымшасы тіпті де қолайлы. Ал Interactive Brokers жеке кабинетіне Google Chrome браузерінің мобильді версиясы бар. Әрқайсымызда телефонымызда, сол арқылы өтсеңіз де болады. Онда тек версия для ПК деген талдауға тура келеді. Жалпы айтқанда алай да былай да болады. Қайсысы сізге қолайлы деп есептейсіз, соны пайдаланыңыз. Міне осы әдіс арқылы мен Interactive Brokers'тағы брокерлік шотыма ақша салып тұрамын. Ал сіздер қандай әдістерін білесіздер? Мүмкін араларыңызда бұдан да қолайлы, бұдан да жылдам, мүмкін бұдан да комиссиясы арзан тұратын пополнение жасау әдісін білетін адамдар бар шығар. Білсеңіздер, міндетті түрде ол туралы комментарийға жазыңыздар видеоның астына. Тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер, бәріміз білейік. Бүгінгі айтпақшым осымен тамам. Видеоны пайдалы деп білсеңіздер, видеоға лайк басыңыздар, арнамызға жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Келесі видеода біз Interactive Brokers мобильді қосымшасы арқылы акцияларды қалай жылдам оп-оңай сатып алуға болады, сонымен танысамыз. Сау болыңыздар.